Пасхадағы демалысты пайдаланып біздер велосипед тебуге бара жатырмыз. Суымыз бар. Барлығы жасап тұр. Каскілер киюлі. Ал кеттік. Ау. Жүр қызым, кеттік. Папалардың артынан жүре берейік. Анен қарайын. Аха, қарана. Сақ бол. Біздерде Пасха мерекесінің бүгінгі және ертеңгі күнгі демалыстары бар. Сондықтан асықпай үйімізді жинап алып, бүгін тамақтанып алып шығып келе жатырмыз кешкі серуенге. Бүгін тауға барамыз ба деп едік, онымен кеше барған тауымызға балдар кішкене шашыңқырап қалған сияқты. Сондықтан бүгін велосипед тебеміз деп шештік. Ауа райы жақсы болып тұр. Көктем адамдар мынандай теректер отырғызып жатыр. Бұларда забор жоқ, көріп тұрсаңыздар. Забордың орнына мынандай жасыл ағаштар. Қарап тұрсаңыздар, машиналар жоқ. Жол бос. Бір-екі машина жүретін болар, жүрсе. Қалғандары демалып жатыр. Көбі қала сыртындағы дача, хютта деп аталады, соларға барып демалады. Көбі енді ертең қайтатын болар хютталарынан. Себебі ертеңгі күні демалыстың соңғы күнінде, содан сейсенбі күні жұмыс басталады. Жұмыс, сабақ, жалпы жұмыс аптасы басталады. Бұлттардың арасынан күн шығып, тауларға қандай түсіп тұр. Сиқырлы. Ертең ол Норвег жалауын өтті. Норвегияның. Кеше біз альбиналармен шыққан қарсы беттегі таулардың біріне шықтық. Сонда осы жақ көрініп тұрды. Әдемі қаланың көрінісі болып тұрды. Осы таулардың шыңының біреуіне шықтық. Өлі сияқты осы. Өлі таудың шыңына шыққан сияқтымыз. Мына жер алыс сияқты. Бірақ тауға шыққанда да мына қала алыс болып көрінеді. Ортасын су бөліп жатыр. Тау мен осы қаланың ортасын. Біздер қазір жағажайға қарай кетіп бара жатырмыз. Осы жол велосипед тебуге ыңғайлы болғасын. Осы жолдың жиегімен кетіп бара жатырмыз. Бұл әдейі енді біздер жолмен кетіп жатқан жоқ, біз кішкентай балдар болғасын. Бірақ жалпы мына жерде қызыл көріп тұрсаңыздар, арнайы велосипедтің жолы бар. Осы жермен бару керекпіз біздер негізінде. Бірақ енді балдар кішкентай болғасын, мына жаяу жүрушілерге арналған жолмен кетіп бара жатырмыз.
ана жерде көріп тұрсаңыздар, мына таудың шыңында азған кішкентай ғана тас жиналып тұр, андай баған сияқты. Сол тас кеше біз көтерілген биіктік. Альбина, Жанар, Аида, оның отбасыларымен бірге барып көтерілген шың, бағындырған шыңымыз. Бүгін міне теңізден бер жағына қарай, теңіздің бер жағынан түсіріп тұрмыз осы тауды. Қызық. Осы тауға кеше көтерілдік біздер. Міне енді велосипед жолынан түскен сияқты. Томи басқа жолмен кетті. Норвегияда осындай арнайы қызыл сырмен сырлап қойған мынандай велосипедтің белгісі бар жолдар бар. Жолдың жиектерінде оған ешқандай машина, ешбір автокөлік, автобус мініп кете алмайды. Жүріп бір-бірінің артынан келе жатады, күтіп. Велосипедтер бір-бірін көтеріп, мысалға мына бағытта баратқандар осы жолмен жүреді, ара жақтан келе жатқандар ана жақ бағыттан кетеді. Жағажай жақтағы үйлер, солай қарай келе жатырмыз. Ескі дизайндағы үйлер. Шағын ғана, сондай сүйкімді өздері. Бүгін тап-тыныш. Науры ағашы күшті гүлдеп тұр екен. Екі түсті гүлмен гүлдеп әдемі екен. Қандай ағаш екен. Бамбук ағашы. Рододендрон болу керек, бірақ гүлдері басқаша екен. Мынау бір күшті гүлдеп тұрған гүл. Қазір енді көктем кезінде. Иісі күшті екен қазан өткенде. Иіссудың иісіне ұқсайды. Мынандай түрлі формадағы ағаштарда гүл беріп тұр. Мен жаяу келетірім, байқасаңыздар. Велосипед себе алмайым деп айтсам, нанатындарыңыз бар ма? 2,5 километрді жаяу келетірім. Жылдам қадамдармен. Кешегі бағындырған шыңдарымыз. İşte adamlar barbekü жасап жатыр аулаларында. Мен жақсы көретін скандинавиялық үйдің дизайны, артқы жағынан, алдыңғы жағынан қазір түсіремін. Күшті екен. Біздер кеше ана шыңда болдық. Сонда сол шыңға шығып, біздер өзіміздің осы жағажайымызды
таптық. Қалай таптық десеңіздер, мына жерде мынандай не бар. 2 элеватор. Сонымен таптық. Жаңағы скандинавиялық үйдің мына арт жағы болды, енді мынау алдыңғы жағы. Жанынан терезелері панорамалық үлкен жардың барлығына істелінген. Мықты дизайнда жасалған енді. Жақта терезелер. Бүгінгі күннің бұлттардан қалай түсіп тұрғаны, бұлттар көшіп міне арасынан сығалап бүгін мынандай тауларға түсіп тұр. Мына жерде борсылттар да жүр. Міне мынау біздің келетін жағажай. Бұл жерде ақ құм төсеп тастаған. Енді ол дейтін, мен ойлаймын, төселген басанды құм. Бірақ суы мөлдір. Кеше біздер ана шыңда болдық.